Ассалаумағалейкум. Бүгін 05.03.24 Қазақстан Республикасы Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы, Маңғыстау облысы әкімі Нұрлан Ноғаев, Жаңаөзен қаласының әкімі Жансейіт Қайнарбаевқа үндеу. Біз Жаңаөзен қаласының жұмыссыз азамат және азаматшалары әкімшілік ғимаратының алдында тұрақты жұмыс сұрау мақсатында ақпанның 1-нен бастап тұрмыз. Бұл мәселеміз оң шешімін таппады. Күннің суық ызғарына азаматтарымыз ауырып денсаулықтары сыр беруде. Соған қарамастан жергілікті билік басшылары мұқтажымызды тыңдап әрекет жасамай отыр. Сол себепті азаматтарымыз осы әкімшілік ғимаратының алдында наурыз айының 5-ден бастап аштық жариялауда. Бұл мәселемізді тез арада шешіп беруін талап етеміз. Талап етеміз бе? Талап етеміз! Қазақстанда халқы кедей, тұрмысы төмен облыстар анықталып отыр. Енді мен қазір айтсам таңғаласыздар. Ол ең біріншісі Түркістан облысы, жақсы жаңадан құрылған облыс делік, екіншісі Шымкент қаласы және менің таңғалғаным Маңғыстау облысы. Жарайды, Түркістан облысы мен Маңғыстау, Шымкент қаласында халық саны көп, жұмыссыздық аздау деп айталық. Халқы да жалпы осы екінші шаруашылығымен айналысады, тағысын тағы деп. Енді мен Маңғыстау облысынан таңғалып отырмын. Шын айтқан кезде Қазақстанда ең көп мұнай қоры көп және Қазақстанның біршама ұлттық қорына, елдің бюджетіне салық салып төлеп отқан осы мұнайдың үстінде отырған халықтың қалай кедей болғанын мені таңғалдырады және осы жердегі жұмыссыздықтың. Тағы бір нәрсені айтайын, Қазақстан бойынша ең төменгі айлық 300 мың емес, 80 мың емес, 46.671 теңге. Бұл Қазақстан бойынша. Масқара, иә? Көктем болды ғой енді. Қазақстанда сұйытылған газдың бағасы қымбаттайды. Яғни көлікпен жүретін ағайындарға өте жаман жаңалық. Бұл жайлы бүгін энергетика министрі Алмасадам Сатқалиев хабарлады. Енді не қалды бізде қымбаттамаған? Осы ретте айта өтейін, министр былай депті, газдың қазіргі бағасы, төмен бағасы, осы саланы шығынға ұшыратып жатыр. Қаржы жетпегеннен кейін жөндеу жұмыстары жүргізілмей, кейбір зауыттар тоқтап қалыпты. Енді қанша теңге қымбаттайды дегенде 5-8 теңге, шамамен 10 теңге ғой енді. Сол шамаға қымбаттайды депті. Және Ресейде 165, Қырғызстанда 159, Әзербайжанда 171, Тәжікстанда 273 теңге. Сол себепті Қазақстанда арзан, бізде қымбаттатуымыз керек депті. Солай. Қымбаттасын, не қалды қымбаттамаған еді. Газдың бағасы қымбаттайды. Қашан қымбаттайды? Қанша теңгеге десеңіз айтайын. Бұл жайлы энергетика министрі Алмасадам Сатқалиев хабарлады. Енді қымбаттамаған не қалды? Газдың бағасын көтеру ғана қалған шығар. Қысқасы 5-8 теңгеге қымбаттайды деді. Қазір қанша? О үстіне 5-8 теңге қосылады. Былайша айтқанда 10 теңге ғой. Ал қашаннан бастап дегенде көктемнен бастап деді. Енді көктем басталып кетті ғой. Бірақ дегенмен мартта, апрельде қымбаттауы мүмкін, наурыз бен сәуірде. Және бұл не үшін қымбаттасып жатсыз демейміз бе? Сол кезде жалпы Қазақстанда газдың бағасы өте төмен, сол себепті автогаз өндірісі шығынға ұшырап жатыр деген сылтау айтқан екен, білмеймін. Және Ресейдегі, Әзербайжандағы көрші мемлекеттерде газдың бағасын айтқан екен. Жақсы, солай ақ болсын, бірақ мынаны есте ұстау керек, атқамінерлер. Қаңтар оқиғасы осы газдың бағасының қымбаттауынан басталған, абайлау керек. Көп жігіттер сұрайды, утиль алым не болды, первичка не болды деп. Шын айтқан кезде сұрақтарыңыз орынды, өйткені мен осы сұрақтармен көбіне сіздерге хабарлап отыратын едім. Қысқасы бүгін министрлікке осы сұрақты қойған уақытта дәл бүгін ол былай деп айтты: утиль алымында ешқандай өзгеріс болмайды, ешқандай арзандату жоспарланған жоқ. Первичкаға да солай. Енді утиль алымды қымбаттатып жатсыздар, оның ақшасы қайда кетіп жатыр дегенде, елдегі авто өндірісті, мына көлік құрастыруды, тағысын тағы нәрселерді дамыту үшін жұмсап жатырмыз депті. Қысқасы, осы биыл келесі жылдары сөздерінен аңғарғанымыз ешқандай арзандату, яғни утиль алымды алып тастау, первичканы арзандату болмайды дейді. Қиын жағдай, иә? Шынымен де солай. Утиль алымды алып тастау, первичканы төмендету секілді бүгін сұрақтар қаралған екен. Және министр былай да жауап берген екен. Қазір осы тарифтерді, яғни утиль алым болсын, басқасы болсын, қаржысын ең болмаса төмендету мәселесі ешқандай қарастырылмайды деді. Жақсы, қарастырылмасын. Енді
не үшін қымбат дегенде, ол тағы да былай жауап берген. Оның бәрі отандық автокөлік өндірісін дамытуға қаражат жіберу мақсатында енгізіліп отыр депті. Қандай системамен енгізіп отыр, адам түсінбейді. Енді былай депті, мен сізге сөзбе-сөз оқып берейін. Мен түсінген жоқ мына кісінің сөзіне. Айтылған мәселелер тиісті мемлекеттік органдарды тарта отырып және қолында қажет құжаттамамен атаулы түрде шешілуге тиіс депті. Мен мына сөйлемді түсінген жоқпын, сіздер түсіндіңіздер ме? Енді утилалым шынын айтқан кезде халықтың қалтасына ауыр болып тұр. Қашан төмендетіледі? Қысқасы белгісіз. Қазақстанда уағыз айту туралы ережелер өзгертіледі. Яғни енді біріншіден кез келген адам уағыз айта бермейді. Екіншіден, діни қызметкер екенмін деп, мүфтияттың өкілім екен деп, діни білім алдым екен деп, қазақтың бұрыннан келе жатқан таным түсінігіне, дәстүріне, салтына, ұлттық көзқарасына, ырым тиымдарына, анау ширк, мынау ширк деп тіл тигізуге болмайды. Қанша дегенмен, қанша діни қызметкер болса да. Үшіншіден, осы ислам дінімен сабақтасқан дәстүрмен сабақтасқан, осы дінді насихаттау, дәстүрлі құндылықтарды, ұлттық құндылықтарға, әуелгі қазақтың тарихи таным түсінігіне негізделген уағыздар жүргізілетін болады. Бұл жайлы Наурызбай Қажы Тағанұлы мүфтияттың төрағасы айтып отыр. Жақсы болған. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер ішінде ең қымбатшылық жайлаған ел тізіміне кірді. Яғни осы одаққа өздеріңіз білесіздер, 4-5 мемлекет мүше ғой: Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Белоруссия және Ресей. Осы 5 мемлекеттің ішінде азық-түлік жағынан күнделікті киім-кешек бар, адамдардың тұрмыс жағдайы, мысалы құрылыс заттары болсын, тағы жағынан Қазақстан ең қымбаты болып тұр. Әрине бұл өте өкінішті нәрсе. Осы ретте ұлттық экономика министрі жауап берген екен. Не істеу керек дегенде, енді өнеркәсіп дамыту керек, қадағалап отыр, бүйтіп отыр, сөйтіп отыр деп, жергілікті қорлар бар деп, бірақ айналып келгенде бұл халықтың қалтасына салмақ салып тұр. Бұл қымбатшылық, жалпы Қазақстанның қымбатшылық жағынан алда болуы бірінші рет емес, бұрында да болған. Сіз не ойлайсыз? Ассалаумағалейкум қазақ елі, Маңғыстау жұрты, біз Уйсто Сафари жүзісті мекемесінің жұмысшыларымыз. Бүгінгі күні 131 адам болып жұмысымызды жалғастырудамыз. Себебі біздер назарлық акциясының заңсыз екенін әрі Қазмұнайгаз штатына кіруін талабының орынсыз екенін түсініп, ереуілден ерікті түрде бас тарттық. Қазіргі уақытта ереуілде тұрған жігіттердің өтірік алдап үгіттеп, балағаттап ұстап тұрған жағдайдың бәрі екені рас. Біздің осы үндеуді түсіруімізге Әбіш Әскербектің әлеуметтік желіде тікелей эфирде жұмысқа шыққан азаматтары жігіттерге юбка, плинтустан төмен деген намысқа тиетін сөздермен балағаттап, аналарымызға сөз тигізетіне себеп болды. Жаным арымның садақасы деп өмір сүрген ананың Алладан кейінгі орынға қойған қазақтың ер азаматы ретінде Әбіш Әскербектің жұрт алдында ұжымнан кешірім сұрап, видео түсіруін талап етеміз. Аталған талабымыз орындалмаған жағдайда басқаша әрекетте баратынымызды ескертеміз. Сол әңгімесі үшін ол бізден емес, біз одан сұраймыз.